нағыз ұбт саған келетін мына бір интегралдың есебін үйреніп ал. Бұл жерде бізде осындай функцияның интегралын сұрап тұр. Қара, бізде мынау айнымалыға тәуелсіз қандай да бір сан, оны сен алдына шығара саласың. Бұның вообще қатысы жоқ. Енді проблема саған мынау. Енді қара, бізде мына x-тің дәрежесі 1 болатын болса, егерде сен мұны вообще оп-оңай шығарасың. Мынаның дәреженің қасиеті бойынша былай жасал. 3 тұра берсін интеграл x минус 5-тің мынау түбір деген ол 2-ден 1 дәрежесі dx. Енді тұрасында, короче, x-тің n дәрежесінің интегралы сияқты шығара салып болды. Қара, дәрежеге 1 қосасың. Сонда бізде не интеграл бойынша? Интеграл бізде мынауын кете салады екен, ойбай. Сонда бізде x минус 5-тің қанша дәрежесі 1 қосатын болсаң, ол 2-ден 1 қосу 1 болады. Ал шыққан сан апарып бөліп жібере сал. Ол жерде мен шатменде 2-ден 3 шығады. Ол жақта мен мынаумен қысқарта салайын. И бізде плюс с бар. Тең болады нешеге? Мынауменде дәреженің қасиеті бойынша не болады екен? Жай ғана мынау алдына түсе салады, если что, x-і көбейтеді ол былай қарай. И бізде көбейту x минус 5 болады дәреженің қасиеті бойынша. И көбейту x-тің 2-ден 1 дәрежесі. Ол бізде жай ғана түбір астындағы x минус 5-ті береді. Енді есептің жауабы бізде осылай бола салады екен. Ал егер осындай есептауларды көргің келсе, осы парақшаға тіркеліп ал.